Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, қадірлі оқушылар. 14-ші сабағымызға қош келдіңіздер. Бұл сабақта біз буындарды жазып үйренетін боламыз. Жақынырақ көрсетейін. Буындарды жазғанда әріптерді өзара қалай байланыстырамыз? Қолымызды үзбей жазамыз. Ан. Ға. Ескеретін жайт, егерде сөзде, әріпте, төбесінде, түртетін, белінде болатын болса, алдымен сөзді толық жазып аламыз, ал беліндегі белдіктерін, түртетін жерлерін ең соңында түртеміз. Сөзді жазып болған соң. Бірақ та, мысал үшін, қа дейтін болсақ, бұнда құйыршығы бірге жазылады. Бұнда түрту емес, әріптің өзі бірге жазылады. Мысал үшін, я. Айшығын артынан түртемін. Йо десек. Ра. Қолды үзбей жазамыз. Ро. Во. Мұнда әріптің өзі үзіліп барып қосылады. Ал. На. Да. Де. Ке. У. То.
Су. Тағы бір-екі мысал жазайық. Ат. Бу. А. О. Әліппелеріңізді кез келген кітапты ашып, өткен әріптерден осылай буындарды машықтандырып, жазғызып шығуыңызға болады. Астына, жанына, тігінен жаздыртып, ары қарай жалғастыруға болады. Мысалы үшін менің жазғанымды баған түрінде жазып, осыны бір жолда аяқтағанша толық жаздыртып шығуға болады. Мында ба деп, мында ва деп аяқтатып шықсаңыз болады.